препарат 78 толқышек гематоксилин иозин бояумен боялған. Кіші ұлғайтқышта, яғни 40 есе үлкейткенде біз осындай көріністі көреміз. Бұның бізде тоже 4 қабатын ажыратамыз. Бірінші бұл шырышты қабығы. Шырышты қабатында біз көреміз бір қабатты цилиндрлі эпителийді ең негізгі беткейінде. Одан кейін бізде меншікті қабаты кетеді. Меншікті қабатында бізде қос болып орналасатын крипталарды көреміз. Дәл осы крипталардың маңында біз эпителиоциттер орналасады. Ол эпителийлер біздегі бокал тәрізді экзокриноциттер болып табылады. Дәл осы бокал тәрізді экзокриноциттер бізде шырыш бөлетін болады. Әрі қарай дәл осы кілегей қабықтың кілегей асты негізімен шектесетін жерінде кілегей қабықтың ет қабаты жатады. Кілегей қабықтың ет қабаты. Одан әрі қарай біз көреміз кілегей асты негізін. Мінекей мыналар бізде кілегей асты негізі, немесе мына жерден көруімізге болады. Кілегей асты негізі. Кілегей асты негізінен кейін біз көреміз ет қабатын көреміз. Және ет қабатының ең астында бізде мына суретте көрсетілмеген сірлі қабығы жатады.